Балалар, сауатташуды ашып, сөйлемнің құрылуын есімізге түсірейік. Суретке қарап, не айтуға болады? Бұл кім? Оқушы. Оқушы бұл сөз. Оқушы не істеді? Отыр. Отыр бұл да сөз. Енді екі сөзді байланыстырайық. Оқушы отыр. Бұл енді сөйлем болады. Сөйлем сөздерден құралады. Ол бір шама тиянақты ойды білдіреді. Оны мынандай сызба түрінде береміз. Сөйлем 2, 3 немесе одан да көп сөздерден құрала береді. Сөйлем бас әріппен басталып жазылады. Сөйлем соңынан нүкте, сұрау белгісі, леп белгісі қойылады. Сауатташу бірінші тапсырма. Суреттерде кімдер бейнеленген? Балалар не істеді? Сөйлем құра. Берілген сурет бойынша сөйлем құраймыз. Бұл жерде 4 сурет бар. 1, 2, 3, 4. Осы әр қайсысы 3 сөзден құрылған сөйлем болу керек әр қайсында. Мысалы, мына қызды алайық. Бұл қызға ат қоямыз. Бұл қыздың аты Айгүл болсын. Айгүл не істеп жатыр? Ән айтып жатыр, иә? Енді сөйлем құрап көрейік. Айгүл ән айтты. Осылай әр суретке сөйлем құрап, маған видеосын салып жібересіңдер. Немесе дыбыстық хабарлама, аналарың көмектеседі. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Екінші тапсырмада 2 сурет берілген. Ал қанекей не істеу керегін тыңдап алыңдар. Суреттерге қара. Сұрақтарға бір сөйлеммен жауап бер. Бірінші суретте қыз не туралы айтып жатыр? Екінші суретте анасы қызына қандай өтініш білдірді? Бұл сурет бойынша сұраққа жауап береміз. Бір сөйлем болу керек. Ол сөйлем 2 сөзден бе, 3 сөзден бе, 4 сөзден бе құрылса, ол өз еріктеріңде. Балалар, келесі кезекте қолымызға қара қарындашты алып, мына суреттерді жалғастырып саламыз. Бірінші сурет алмұрт, екінші сурет алма. Сосын оны бояуға болады. Бояғанда біркелкі бояймыз, сыртына шығармаймыз. Осы суреттерді аяқтағаннан кейін үзік сызықтарды бастырып шығамыз. Міне шелектің суреті. Бұл шелектерді де бояуға болады, түрлі түсті. Және саңырауқұлақ. Бұларды да бояп шығуға болады. Бірінші